Армысыздар достар, алдыңғы 3 сабақты көңілге тоқып үлгердіңіздер деп сенем. Біз бүгін нарықтық экономиканы тереңірек зерделейміз. Өйткені бүгінгі таңда әлемнің көптеген елінде экономиканың осы түрі басым. Яғни, нарықтық экономика дегеніміз не? Оны қалай игеруге болады деген сұрақтарға бүгінгі сабақ барысында жауап береміз. Бұл экономика тауар өндірісіне негізделген. Нарықтық экономика болу үшін міндетті түрде жекеменшік, бәсекелестік, еркін және нарық анықтайтын бағалар болуы тиіс. Бұрынғы Совет одағы елдерінде 89 жылдардан бастап көбінде социалистік нарықтық экономика деген ұғымдар пайда болды. Бірақ кейін 90 жылдарының басынан бастап жекешелендіру процестері жүрген кезде социалистік деген қосымшаны алып тастап, біз кәдімгідей нарықтық экономика көшеміз деп келдік. Ол Қазақстанда 92 жылдың 6 қаңтарынан басталды деп айтуға болады. Өйткені бағаны сол кезде қоя берді. Баға деген керемет шарықтап өсті. Инфляцияның деңгейі 2500-3000%-ға дейін көтеріліп кетті. Ақша құнсызданды, бүкіл экономикадағы кәдімгі шаруашылық байланыстар ол кездерде қатты құрып қалды. Біз сондай қиын жағдайларға тап болдық нарыққа көшудің бастапқы кезеңдерінде. Нарықтық экономикаға көшуді көздеген елдер міндетті түрде экономикалық даму концепциясын таңдау керек. Оған өтудің екі түрлі концепциясы бар. Градуализм реформаның бірте-бірте орындалған бағамдайды. Үкімет біртіндеп әміршілдік экономика элементтерін нарықтық қатынаспен алмастырады. Өзгерістің бастапқы деңгейлеріндегі еңбекақы, баға реттеліп, сыртқы байланыстар мен банктер қадағаланады. Нарықтық экономика көшудің екі жолы бар. Градуализм дейді, біртіндеп асықпай нарықтық экономика көшу жолы, ал енді екінші естен тандырып емдеу тәсілі. Ол көбінде бағаны ырықтандырып қоя беру арқылы, соң кейін көтерме сауда жүйесіне көшіп, яғни кәсіпорындар мына өзінің керекті тауарларды жаңағы көтерме саудадан сатып алатын жүйеге келген кезде, соның кейін кәсіпорын өзінің өнімдерін деген бағаны өзі тағайындайтын кезде осындай мына естен тандыру терапиясы тәсілі жүргізілді. Бірақ бұл экономика өте үлкен кедергілер, қиындықтар келтірді. Өйткені көптеген салалар күйреп қалды. Мысалы, Қазақстанда алатын болсақ, үлкен машина жасау салаларының көбіне кәсіпорындардың бәрі тоқтап қалды. Мысалы, жеңіл өнеркәсіп саласы түгелімен құрып кетті. Қазір қайтадан біз соны қалпына келтіру үрдісіндеміз. Өйткені жаңағы естен тандыру терапиясы нарыққа тезірек көшкенмен, бұл жаңағы экономикаға өзінің көптеген зиянды салдарларын тигізді. Нарықтық экономика нарық қатынасын реттейтін жүйе. Нарықтық экономика дүниежүзінде белгілі бір заңдылықтарға байланысты дамып келеді, бірақ әр елдерде оның өзіндік ерекшеліктері бар. Ол соған байланысты әртүрлі экономикалық модельдер пайда болған болатын. Ол модельдер экономикада мемлекеттің, үкіметтің экономикалық рөліне байланысты болады. Кей елдерде аралас экономика қолданылады. Мысалы, ақшта нарықтың көп бөлігін үкімет қадағалайды. Олар ауыл шаруашылығы, ғылыми зерттеулер мен жобаларға, медицина саласына да қаржы бөледі. Осыған қарамастан, экономика нарықтық экономиканың талаптарына негізделеді. Қазақстандық экономика біздің конституциямызда әлеуметтік нарықтық экономика деп дәріптелген. Бірақ бұл енді көбінде декларация жүзінде қалып отыр. Өйткені қазір мына әлеуметтік салаларға білім беру, денсаулық сақтау саласы, зейнетақы жүйесіне, тағы басқаларға деген қаржы бөлу азайып отыр. Мысалы, соңғы 3 жылдық бюджетте, бекітілген бюджетте, мысалы,
білім беру саласына қаржы 20%-ға төмендеп кетті. Былайша айтқанда бұл біздің экономикада қаржы ресурстарының бюджетімізге дұрыс түспей жатқандықтан жаңағы біз әлеуметтік нарықтық экономикаға деген өзіміздің жоспарларымызды, өзіміздің бағдарламаларымызды әлі шейін орындауға қол жеткізе алмай отырмыз. Үкіметтің нарықтық экономиканы қадағалаудағы басты ұстанымдарына инвестициялық және салық саясатынан көрініс табатын өндірісті тұрақтандыру, елдің ғылыми технологиялық дамуын қаржыландыру, экономиканың қоғамдық маңызы бар салаларына қаржылық демеу көрсету, елдің түрлі аймақтарындағы экономикалық жағдай деңгейін теңестіру, үкіметтің бәсекелестікті қолдауы жатады. Мемлекеттік әлеуметтік қорғау жүйесі мыналардан тұрады. Олар кәсіпкерлік қызметтен алынған табыстарды реттеу жүйесі, сонымен қоса жалдамалы жұмысшыларға жалақы төлеу жүйесі, әртүрлі содан кейін жұмыс істемейтін кәдімгі еңбекке қабілеті жоқ жастарға, көп балалы аналарға, мүгедектерге әлеуметтік көмек көрсету жүйесі бар. Сонымен қоса әлеуметтік сақтандыру жүйесі де бар мемлекет құрған. Олар мысалы еңбекке жарамсыздық кезінде, мысалы ауырып қалған кезде, сонда кәдімгі әлеуметтік сақтандыру жүйесі жұмыс істейді ондай кезде. Еркін нарықтық экономика деген де бар. Бұл жерде өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы сауда нарықтық қатынастарға үкімет араласпайды. Мұндай жағдайдағы нарық пен бағалар ұсыныс пен сұраныс арақатынасына негізделеді. Ал сауда барынша ашық формада жүргізіледі. Жалпы еркін нарықтық экономика жүйесі таза күйінде кездеспейді. Алайда көптеген елдер экономиканың осы түрінің дамуына үлкен үлес қосып жатыр. Еркін бәсекелестікке арналған нарықтық экономиканың пайдалы жақтары да бар. Сонымен қатар зиянды теріс жақтары да бар. Мысалы, біз 2007 жыл, 2009 жылдар әлемдік қаржылық және экономикалық дағдарыс орын алды. Оларда мысалы қаржы жүйесінің тепе-теңсіздігі бұзылып, бүкіл елдердің көп экономикасы үлкен қаржылы рецессияға ұшырап, көп елдердің жалпы ішкі өнімі күрт төмендеп кетіп отырды. Мемлекет өзінің күшімен әртүрлі сол еркін бәсекелестік экономикасының теріс салдарларын жоюға бағытталмаса, онда ол экономиканың кәдімгі салдарлары әрқашанда ұзақ мерзімді дағдарысқа әкеп соққандықтан болады. Ал пайдалы жақтары өзіміз айтып отырмыз, ол нарықтық экономика әрқашанда тауарлар мол шығын тудырады. Соған байланысты белгілі бір қажеттілік пайда болатын болса, оны өтеуге деген, қамтамасыз етуге деген тез арада шаралар қабылданады нарықтық экономикада. Нарықтық экономика тұтынушының еркіндігін қамтамасыз етеді. Онымен қоса, кәсіпкерліктің де өз еркіндігі бар. Өндіруші нені, кімге, қалай, қанша өндіремін, қаншаға сатамын, кірісімді қайда жұмсаймын деген сұрақтарды өз қалауы бойынша шешеді. Еркін бәсекелестікке негізделген нарықтық экономикада жаңағы кез келген кәсіпорын немесе кез келген кәсіпкер қандай өнімді өндіру туралы шешімді өзі қабылдайды. Бірақ бұл арада кәдімгідей экономикада бәсекелестіктің өте көбейіп кетуіне байланысты бір салаларда өнім көп өндірілді, екінші салаларда жетіспеушілік пайда болады. Сөйтіп, жаңағы бәсекелестік өте жоғары салаларға келген кәсіпкерлер неге банкроттыққа ұшырап, өзінің қызметін тоқтатып жатады. Бұл арада бұл кәдімгі мемлекеттің реттеу жүйесінің пайда болуына, кәсіпкерлерге жақсы ақпаратты, маркетингтік ақпаратты көрсетуіне, қай салаларда өнім өндіру тиімді, қай салаларға өзінің инвестициясын салу керек, қай салаларда бизнес көздерін ашу керек, соны мемлекет реттеп отыруға тиісті, мемлекеттік органдар. Жалпы, нарықтық экономиканың жақсы жақтары көп. Мысалы, нарықтық экономика техникалық дамудың негізгі қозғалтқыш күші. Сосын, мұндай экономикада жетіспеушілік пен кезекте тұру деген түсініктер мүлдем жоқ.
нарықтық экономикадағы тиімділік, адамның табыстылығы, ол кәдімгі сол экономикадағы өнім өндіруге деген адамның қосқан үлесіне байланысты болып келеді. Көбінде егер өнім өндіруді ескі техникалық жүйеде жүргізетін болатын болса, онда ол өнімнің өзіндік құны жоғары болады, сондықтан ол өнімді өткізгенде ол таза пайданы көп әкелмейді. Сондықтан ғылыми техникалық прогрестің жетістіктерін жиі пайдаланған кәсіпкерлер, соған үнемі ұмтылып отырған кәсіпкерлер өзінің өнімінің өзіндік құнын төмендетіп, содан көбірек пайда табуға әкеледі олардың. Нарықтық экономиканың осал тұсы да бар. Мысалы, тұрақтылығының төмендігі, оның динамикасы, инфляция деңгейі және ішінара белсенділігі қалыптасқан жүйені бұзуы мүмкін. Нарықтық экономиканың келетін бір теріс жақтарының, тиімсіз жақтарының бірі ол нарықты монополияландыру. Егер мемлекеттік реттеу жүйесі немесе монополияға қарсы бағытталған мемлекеттің қызмет жүйелері нашарлау болатын болса, онда ол экономикада монополизациялау тенденциясы артады да, бұл көбінде бағалардың өсуіне алып келеді. Сондықтан тұтынушыларға бұлардың бәрі қымбатқа түседі. Осы негіздерді жаңағы монополияланған тауарлардың несі белгілі бір тізбек арқылы экономиканың басқа жүйелерінде де әсер етіп, жалпы қымбаттау үрдісін тудырады. Нарықтық экономика салдарынан қоғамда жік пайда болады. Біріккен ұлттар ұйымы осы мәселеге қатысты статистика жүргізіп отырады. Сол статистика бойынша 2000 жылдан кейін ауқатты және тұрмысы нашар адамдар арасындағы қаржылық айырмашылық 74%-дан жоғары болса, 2010 жылы бұл көрсеткіш 83%-дан асты. Енді нарықтық жүйе жұмысының қағидаларына тоқтала кетейік. Біріншіден, экономикалық еркіндік туралы біз бұған дейін де айтқан болатынбыз. Екіншіден, бұл нарық жалпыға бірдей, яғни нарықтық қатынастар экономиканың барлық секторларына енеді және соның нәтижесінде даму мен жетілу тез жүзеге асады. Үшіншіден, нарықтың барлық қатысушылары тең құқылы. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ, жекеменшік және еркін кәсіпкерлік нарықтық экономика негізіне жатады. Заманауи нарықтық экономика қоғамға бағытталған экономика. Үкімет нарықтың іс-әрекетін қадағалап және түзеп қана қоймай, маңызды механизм қызметін атқарады. Ол нарықтық экономика дамуының қоғамдық бағытта жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздерді 5-ші сабақта күтемін. Онда біз баға туралы әңгіме қозғаймыз.